Қызықтың көкесі енді басталады Дарханжан. Қалай? Мына Құран қаяқта енді? Міне тұр ғой алдымызда, Құран тұр ма? Ертең Құран көтеріледі, бұл хадисте келген. Құран көтеріліп кетеді. Құран көтеріледі деген сөз кітаптардың бәрі аспанға ұшып кетеді деген сөз емес. Құран кәрімнің ішіндегі аяттар көтеріліп кетеді ертең. Сол кезде адамдар қатты Құран оқығысы келеді дейді ше. Бірақ кітаптарды ашса, мұсхафтарды, ішінде аят жоқ дейді. Біз өз сондаймыз ғой. Ұрынған кезде келеміз ғой біз. Қолда бар кезде оқымайсың. Сол үшін Құранның үшінші нәрсе дейді, Құранды тосып жатқан, бізді оқудан тосып жатқан нәрсе, біз бүкіл әлемдердің Раббысынан түскен ұлы мұғжиза екендігіне әлі шын жүрекпен келе алмай жатырмыз дейді. Бір қатардағы бір кітап ретінде ғана қараймыз дейді. Ондай емес ол дейді. Пайғамбарымыздың хадисінде де келеді, дүние керек па дейді, Құранды басшылық қыл дейді. Ақырет керек па, Құранды басшылық қыл дейді. Ал дүниеде ақыретте керек па, Құранды басшылық қыл дейді. Бүкіл өмір Құранмен байланған, іліммен байланған ғой. А Құраннан ештеңесі жоқ адам дейді, қирап қалған үй сияқты дейді пайғамбарымыз айтады. Яғни кейбір жерге барған кезде, Құран оқып жіберген кезде ық-тық деп оқи алмай сол жерде қирап атады ғой адам. Өзі жер болып, сен оқыш, бір-біріне лақтырып отырады. Білесің ғой, араласып жүріп адамдармен. Сен оқысашы. Жоқ ішінде, я құл хуаллах жоқ, я фатиха жоқ. Міне қираған үй сияқты деген осы да, сол тұрған жерінде қирайды ол ше. Немесе бос қаңыраған үй сияқты дейді. Алланың мейірімін қарасайшы. Адамдар Құран жаттамаса да оның күшті болып араласып жүре береміз да негізі біз. Негізі оның Құранның ішінде, Құраннан ештеңе жоқ оның ішінде. Негізі ол қорқынышты адам ғой ол. Құраннан ештеңесі жоқ адам ішінде. Ол қирап қалған бос қаңыраған үй сияқты дейді. Қаңыраған бос үйдің жанынан қалай өтіп кетесің? Бір қорқынышты ғой ана бір. Ойбай деп тездетіп өтіп кеткің келеді ғой. Брошенный здание да анау. Дәл сондай дейді ол адам дейді. Сондықтан енді Құранға қатты мән беруіміз керек. Заман фитнаға толып тұр. Адамдар сол фитнамен жағаласып фитна жасамай, әркім өзінің фитнадан амал сақтайтын жолды қарау керек. Құранмен байланысты күшейту керек та. Алла тағала аятта айтады ғой: "Лау анзална хазал Qur'ана ала джабалин, ла раайтаху хаши'ан мутасаддиан мин хашиятилlah." Егер де біз бұл Құранды тауларға түсірген кезде, Жабал тауға түсірген кезімізде дейді, таулардың Алладан қорыққан, бойсынған күйде көтере алмай дейді, ана аманатты парша-парша болып көз алдыңда шашылып кеткен көрер едім дейді. Бірақ біз бұл Құранды адамдарға бердік дейді. Ол аманатты олар вообще сезініп жатқан жоқ дейді Алла тағала. Көрдің бе? Таулар көтере алмай, қирап, тау сенен қанша есе мықты. Таулардың өзі ол аманатты көтере алмай қирап кетіп жатыр дейді. Адамдар қаннен қаперсіз Құрансыз өмір сүріп жатыр дейді. Алла сақтасын. Осындай енді айтылатын нәрсе өте көп. Бірақ енді Алла разы болсын.